Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл Гүлсананың қолөнер каналы. Мен бүгін сіздерге осындай моншақтан әдемі бисерден моншақтар жасайтын боламын. Әдемі. Оған әуелі жібімізді аламыз. Осыған әртүрлі моншақтарды тізбектеп бәрін өткізіп аламыз. Менде осындай әртүрлі моншақтар. Осындай моншақтардың барлығын жібімізге өткізіп, қолымызға тағатын әдемі моншақ жасаймын. Балдардың қолына да тағып қоюға жақсы. Осындай әдемі моншақтардан қолға білезік жасауға болады. Менде осындай жіптердің, осындай моншақтардың түрлері. Осылардан енді қолға тағатын білезік жасаймын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып кетіңіздер. Осындай моншақтарды жіптің көзіне өткіземіз. Жіптің де түрі болады, моншақтың да түрі болады. Соның қарап, өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Менің қолға жасап атқан білезігім, қолға тағатын. Құттай бөпелерге де жасауға болады осындай моншақтардан. Көйлектерге де салуға болады. Міне осындай моншақ. Осыдан осылай әдемі моншақтар, білезіктер, сақиналар шығады. Міне жасаған. Екі түрлі білезік жасаймын, қолға тағатын. Өстіп моншақтарды тізбектеп, әртүрлі моншақтардан әдемі білезіктер шығады. Қолға тағуға, киіміңе қарап та сәндеп жасауға болады. Міне бірінші жасаған моншағым, қолға тағатын. Шашқа да барады. Екіншісі. Менің каналымды тіркеп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Рахмет баршаға.